Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге етті бәліштің жасалу жолымен бөліскім келеді. Қамыры жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең алдымен ыдысқа ертілген сары май құямыз. Оның үстіне айран құямыз. Айранның майлылығы менде 2,5%. Бір жұмыртқа саламыз. Тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, аз-аздан қосамыз. Ұнның үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Шанышқымен араластырамыз. Одан кейін қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр жасаймыз. Енді қамырды целлофанға салып, 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Тауықтың етін осылай ұсақтап турап алдым. Кез келген етті пайдалануға болады. 1 дана пиязымызды осылай ұсақтап тураймыз. Одан кейін 1 картопты да дәл солай көбіктеп ұсақтап тураймыз. Барлығын саламыз. Дәміне қарай тұз, қарабұш салып араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі сәл үлкендеу етіп бөліп аламыз. Осылай дөңгелек форма жасаймыз. Одан кейін үлкендеу бөлігін осылай пергамент қағазға кішкене ұн сеуіп жайып аламыз. Енді жайылған қамырды противенге саламыз. Одан кейін дайындап қойған салмамызды салып аламыз. Мен барлық құрамын, мөлшерін осы видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Келесі кезекте екінші қамырымызды дәл солай етіп, кішкене ұн сеуіп жайып аламыз. Қатты жұқа да емес, қалың да емес, шамамен 3-4 мм болатындай етіп жаямыз. Енді қамырды оқтауға орап, бәліштің үстіне қойып аламыз. Одан кейін қамырларымызды біріктіріп, жан-жағын жақсылап жапсырып шығамыз. Яғни біздің салмамыз шашылып кетпеу үшін. Одан кейін әдемілік үшін жан-жағын өріп шықсақ болады. Бетін әдемілік үшін шанышқымен немесе узорлар салып шықсаңыз болады. Мен осылай пышақпен жолақтар жасап алдым. Одан кейін бетіне жұмыртқа жағамыз. Қалауыңыз бойынша күнжіт сепсеңіз болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Міне менде 40 минут уақыт пісті. Кешкі асқа, түскі асқа немесе тіске басар ретінде ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп-көп рахмет. Егер сізге ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ұлмекен, астарыңыз дәмді болсын, қош сау болыңыз.